Биылғы жыл баршамыз үшін табысты болды. Оқушыларымыз үлкен жетістіктерге жетті. Біз әрбір жеңіске қуандық. Бүкіл Абай елі қуанды десем артық емес. Бұл жаңа құрылған облысымыз үшін үлкен мәртебе. Сондықтан Абай елін атын жақсы жағынан шығарғандарыңыз үшін шынайы ризашылығымды білдіремін. Біздің өңір бұрыннан ғылым, білімнің, мәдениет пен өнердің киелі мекені болған. Осы залда болашақ Абай мен Шоқандар, Әміре мен Бибігүлдер отырмасына кім кепіл? Әбден мүмкін. Болашақта сендерге арналған оқушылар сарайын, конгресс-холл, заманауи мектептер салынатын болады. Сондықтан болашақ сендердікі. Былтыр осындай кездесу барысында мен өздеріндей дарынды балаларға арнайы сыйақы тағайындау туралы тапсырма бердім. Бүгін міне сол сәттің орайы келіп отыр. Құрметті мен жас достарым, ата-анам ғана емес, халықтың лайықты ұл қыздары болыңдар. Ұлы Абай айтқан ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек әрқашан бойларынан табылсын. Келе жатқан жаңа жыл мерекесі құтты болсын.